Иса қасиетті Құранда. Құрметті мәсіхшілердің сенімдері бойынша, Иса Мәсіх пәк Мәриямнан туған Құдайдың ұлы болған. Және оның айқыштағы өлімі бүкіл адамзатты күнәлардан құтқарады екен. Яһудилердің сенімі бойынша, Иса күнәдан, яғни некесіз байланыстан туған. Ол уәде етілген Мәсіх емес, және ол айқышта қарғыс атқан өлімге душар болған. Сондай-ақ Исаның өмір сүргендігіне және оған қатысты айтылатын кереметтерге күмәнмен қарайтын адамдар да бар. Алайда дүние жүзі бойынша соншама ізбасарлары бар адам біреудің қиялынан туған деу қисынға келмейді. Ислам Құдай тағаланың адамзатқа ашқан ең соңғы діні. Сол себепті ол осы нанымдардың уақыт өте келе қалай өсіп өрбігендерін бақылауға мүмкіндік береді. Сондықтан ол Мәриямға, Исаның дүниеге келуіне, оның миссиясына, айқышқа керілуіне қатысты кейбір қате түсініктерді анықтай алды. Исламның жолдауы, Исламның қасиетті кітабы Кәрім Құранға негізделген. Құран Исаны адам санасына қолайлы түрде бейнелейді. Құранда Исаға арналған көптеген аяттар бар. Солардың кейбірін сіздердің назарларыңызға келтіреміз. Мәриям. Ақиқатында Алла Адам мен Нұхты және Ибраим мен Имранның жұрағатын әлемдерге ардақты қылды. Бұлар бірінен бірі рухани тараған ұрпақтар. Алла иман келтіргендерге мысал ретінде Имранның қызы Мәриямды келтіреді. Ол өзінің ұятын сақтаған, сондықтан оған рухымыздан үрледік. Сонда ол Раббысының сөздерін, оның кітаптарын растады, және ол бойсұнушылардан болған. Сонда оны, Мәриямды, Раббысы жақсы қабылдап, кемел өсірді. Біз оған, Мәриямға рухымыздан үрледік. Сондай-ақ оны және оның ұлын бүкіл әлемге ғибрат қылдық. Сол уақытта періштелер: «Ей Мәриям, ақиқатында Алла сені таңдады, тазартты және әлемдегі әйелдерден ардақты қылды» деді. Еркектің қатысуынсыз бала көтеру. Кітаптағы Мәриям туралы айт. Сол уақытта ол жан ұясынан жекеленіп шығыс жақтағы бір орынға барды. Ол олардан шымылдық жауып оңашаланды. Сонда оған рухымызды жібердік. Ол оған кемел адам бейнесінде көрінді. Ол Мәриямға: «Мен саған таза ұл бала беруге жіберілген Раббының елшісі ғанамын» деді. Мәриям оған: «Маған ешбір еркек тимесе және мен азғын әйел болмасам, қалайша менде бала болады» деді. Ол Мәриямға: «Солай болады» деді. «Өйткені Раббың, бұл маған оңай, біз оны адамдарға белгі қыламыз және өзімізден мәрхамет етеміз. Бұл шешілген іс» деді. Солайша Алла қалағанын жаратады. Қашан бір істің болуын қаласа, оған тек бол дейді, сонда ол бола қалады. Сонымен ол бала көтеріп ұзақ бір жерге кетті. Келтірілген Құран аяттарынан белгілі болғандай, Ислам Мәриямды Құдайға қараған тақуа, арлы әйел болған деп санайды. Оған бірде-бір еркек тимегеніне тіпті Құдайдың періштесі куәландырады. Сондықтан ол ұлын некесіз байланыстан тапқан деп, оны қорлауына ешкімнің моральдық хақысы жоқ. Еркектің қатысуынсыз ұрықтану, яғни партеногенез жайында біздің біліміміз өте шектеулі. Дегенмен медицина ғылымы әйелдің жатырындағы аналық безде аталық ұрықтың жасушаларын шығаруға қабілетті жұмыртқа тінін өндіре алатын эмбрионалды жасушалардың бар екендігін мойындайды. Қасиетті Құран бұны келесі аятымен бекітеді. Шын мәнінде Алланың алдында Исаның мысалы адамның мысалына ұқсайды. Ол оны, адамды, топырақтан жаратып, сосын оған бол дегенде ол бола қалған. Ақиқат Раббыңнан, сондықтан күдіктенушілерден болма. Иса. Ислам Исаға өте жоғары мәртебе беріп ардақтайды. Қасиетті Құранда Иса жайында былай делінген: «Ей Мәриям, расында Алла сені өз тарапынан бір сөзбен қуантады. Оның аты Иса Мәсіх, Мәриям ұлы, дүниеде де, ақыретте де беделді. Сондай-ақ Құдайға жақындардан болады. Алла оған кітапты, даналықты және Тәурат пен Інжілді үйретеді.
сондай-ақ оны Исраил ұрпақтарына елші қылады. Иса былай деп үйреткен: расында мен Алланың құлымын. Ол маған кітап беріп, мені пайғамбар қылды. Сондай-ақ мені қайда болсам да құтты етті. Және тіршілігімде ғибадат пен қайырымдылық жасауды бұйырды. Ол мені шешеме мейірімді етіп, қатыгез және мейірімсіз қылмады. Маған дүниеге келгенімде, өмірден өтерімде және қайта тірі тұрғызылатын күнімде амандық болады. Сол уақытта Мәриямның ұлы Иса айтты: «Ей Исраил ұрпақтары, шын мәнінде мен сендерге жіберілген Алланың елшісімін, алдымдағы Тәуратты растаушы, және менен кейін келетін Ахмет есімді пайғамбар менен сүйіншілеймін». Бірақ ол оларға айқын дәлелдермен келгенде, олар: «Бұл анық сиқыр» деді. Ей иман келтіргендер, Мәриямның ұлы Иса өзінің шәкірттеріне: «Алла үшін көмекшілерім кім?» дегенде, шәкірттері: «Біз Аллаға көмекшіміз» дегендеріндей, сендер де Алланың көмекшілері болыңдар. Сөйтіп Исраил ұрпақтарының бір бөлігі иман келтіріп, бір бөлігі сенбеді. Біз иман келтіргендерді дұшпандарына қарсы қолдадық, сонда олар жеңіске жетті. Қасиетті Құран Исаның науқастарды, алапес дертіне шалдыққандарды емдей алғанын, рухани соқырлар мен рухани өлілерге рухани көз бен рухани өмір сыйлағанын мойындайды. Алайда бұл мойындау мәсіхшілердің үштік ілімінен де, яһудилердің Исаның пайғамбарлығын мойындамаудан да ерекшеленеді. Құран яһудилер мен мәсіхшілерді ортақ сенімге шақырады. Ей кітап иелері, діндерінде артық кетпеңдер, Аллаға байланысты шындықты ғана айтыңдар. Расында Мәсіх Мәриямның ұлы Иса Алланың елшісі, әрі Мәриямға жіберілген сөзі және оның тарапынан берілген бір рух. Ендеше Аллаға және оның елшілеріне сеніңдер, әрі олар шөу демеңдер, бұдан тыйылыңдар, сендер үшін сол жақсы. Расында Алла жалғыз Құдай, ол баласы болудан пәк. Көктердегі және жердегі нәрселер оның иелігінде. Алла уәкілдікте жетік. Мұсылмандарға былай деп бұйырылады: біз Аллаға өзімізге түсірілгенге, Ибраим, Исмаил, Исхақ, Жақыптарға және Исраил ұрпақтарына түсірілгенге, және Мұса мен Исаға, сондай-ақ басқа пайғамбарларға Раббыларынан түсірілгенге иман келтірдік. Ешбіреуінің араларында айырмашылық жасамаймыз. Сондай-ақ біздер Аллаға бойұсынамыз де. Айқышқа керілуі. Олар өз серттерін бұзғандары үшін, Алланың белгілеріне сенбегендері үшін, пайғамбарларды хақсыз сабағандары үшін және жүректеріміз перделі деулері себепті Алла олардың қарсылықтары салдарынан жүректерін мөрлеген. Сондықтан олар сенбейді, тек біраз болмаса. Әрі олардың күпірліктері үшін және Мәриямға зор жала жапқан сөздері үшін, әрі расында біз Алланың елшісі Мәриямның ұлы Иса Мәсіхті өлтірдік дегендері үшін. Алайда олар оны өлтірмеді, асып та мерт қыла алмады. Бұл оларға түсініксіз болып көрінді. Расында осы оқиға жайында қайшы пікірдегілер әрине одан күдіктенуде. Олардың бұған қатысты мәліметтері жоқ. Олар тек болжамның соңынан еруде. Және болжамдарын сенімділікке айналдыра алмады. Олар оны анық өлтірмеді. Керісінше Алла оны өзіне көтерді. Һәм Алла өте үстем, аса дана. Кітап иелерінен Исаның қайтыс боларына дейін оған сенбейтін адам Яһудия ру тайпаларынан қалмайды, және қиямет күні Иса оларға куә болады. Оларға рұқсат етілген игіліктерді оларға тыйым еттік, һәм олардан иман келтірмегендерге күйзелтуші азап әзірледік. Сонымен айтылғандарды қорытындылай келе, ислам Исаға қатысты екі шеткі сенімдердің арасындағы асыл ортаны ұстанады. Ислам Исаға Құдай тағала тарту еткен Құдайдың пайғамбары мәртебесін береді. Исаны Құдайдың өзі таңдаған және оны қолдау мақсатында Құдай тағала бір қатар белгілерді көрсеткен. Кімді пайғамбар қылу керектігін Құдайдың өзі шешеді. Солай дегенмен, ислам оның мәртебесін пайғамбарлықтан жоғары дәріптеген мәсіхшілермен келіспейді. Иса айқышта қарғысты өлімге душар болды деген сенімді ислам жоққа шығарады. Керісінше Құдай тағала айқыштағы Исаның дұғаларына жауап бергеніне сенеді.
каргысты өлүмдөн кутулуп, адал жанашырларынын камкорлугунун аркасында жаракаттарынан жазылган соң, Иса тирүү күйүндө ызбасарлардын алдына келген. Сосын ол Исраил урпактарынын жоголгон тайпаларын издөө максатында чыгыска бет алды. Иса картайган шагында дүйнөдөн озган. Иса менен бирге Кудайдын барлык пайгамбарларына ыйман келтирүү мусулмандар сениминин ажырамас бөлүгү.